Сәлем достар, бүгін сіздермен Павлодар қаласы проспект Нұрсұлтан Назарбаев 69 мекенжайында орналасқан Fix Price дүкеніне обзор жасаймыз. Яғни бүгін біз канцелярия товарын аламыз. Канцелярия товарына дұрыстап тұрып шолу жасайық. Міне Fix Price дүкеніндегі осы бұрыш канцелярия өнімдеріне арналған екен. Мектеп жақындаған сайын сұраныс та арта түседі. Бұл жерде дәптерлерге обзор жасайық. Дәптерлердің беттері, сапалары әртүрлі, соған жараса бағалары да бар. Міне осындай пән дәптер, геометрия пәніне арналған дәптер екен. Бұл жерде бізде оның бағасы 110 теңге. Яғни дәптердің қалыңдығы, сапасына қарай да бағалары да әртүрлі болып келеді. Міне осындай іші. Келесі дәптеріміз осындай тор көз дәптер. Ол 165 теңгеден екен. А5 форматындағы іші осындай дәптеріміз 330 теңге екен. Және де осындай мектепке қажетті құрал саймандары бар. Мектепке қажеттінің бәрін осы жерден табуға болады екен. Бағалары да өте тиімді. Қаламға тоқтала кетсек, осындай 6 дана қаламымыз 330 теңгені құрайды екен. Осындай қалам бар. Оның ішінде 10 дана 330 теңге. Көк түсті паста. Осындай қаламды алған болатынмын. Сапасы өте жақсы, көпке дейін шыдайды. Тағы да осындай түрлі түсті қарындаштарымыз бар. Ұштағышымен сапасы да жақсы екен. Осындай қалам бар екен. Түрлі түсті гелевый ручкалар. Балаларға өте қызықты деп ойлаймын. Сурет салған кезде үстін бояса жылтырап тұрады, сән беріп. Тағы да осындай екі түрлі қаламымыз 330 теңгеден екен. Әртүрлі қаламдар бар. Хаппер-даппер деген өнімдер өте көп екен. Міне өшіргіште 330 теңгеден екен. 10 данасы. Ұстауға өте ыңғайлы, жақсы өшіретін сияқты. Осы Fix Price дүкенінде көп бағалар 330 теңгеден сияқты. Міне осындай қаламдар да бар, 12 дана. Жаңағы балаларға сурет салғанда үстіне түрлі түсті болып тұрады. Міне осындай қалам бар екен, 880 теңгеден. Сыйлыққа өте жақсы. Кішкентай балалар қуанатын қалам екен. Міне осындай өшіргіш бар екен. 5 дана 330 теңгеден. Тағы да ұстауға өте ыңғайлы екен. Келесі затымыз міне осындай фломастерлар. Ішінде 22 данасы бар екен. Ұштарына қарап түстерін ажыратуға болады. Гуаш бар, пластилин, яғни ермек саз, әртүрлі заттар бар. Міне осындай жаңағы фломастерларымыз. Әртүрлі фломастерлар бар. Және де осындай маркерлар бар екен. 3 данасы 330 теңгеден. Яғни бір данасын есептегенде 110 теңгеден келеді. Осындай қалам бар екен. Балаларға өте қызықты. Осындай қалам ыңғайлы деп ойлаймын ұстауға да. Оның бағасы 600 теңге екен. Тағы да балаларға арналған тестадит
қол моторикасын дамытуға арналған өте ыңғайлы. Осындай ермек саз бар екен, 24 түс бар екен. Енді кітаптарға обзор жасап кетсек, әртүрлі кітаптар және де осындай балаларға арналған мысалы күнделіктері бар екен. Блокноттар. Осындай блокноттың сырты өте жұмсақ, қолға ыңғайлы екен. Үлкені 1100 теңгеден, кішкентай 500 теңгеден екен. Осындай ПВА клейі 330 теңгеден. Және де осындай қарындаштар 12 данасы 500 теңгеден екен. Сапасы да өте жақсы көрініп тұр. Мектепке өте керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда дәптермен жұмыс жасаған кезде қарындаштардың да рөлі өте зор. Және де осындай гуаштар. Бұның ішінде 6 түрлі түсі бар сияқты. Осындай қарындаштар 4 данасы 330 теңгеден, ұштағышымен бар екен. Және де аяқ киім салуға осындай сөмкелер бар екен балаларға. Қыздардікі, ұлдардікі, әртүрлі мультфильм кейіпкерлері бейнеленген әртүрлі рюкзактар бар екен. Осындай ноутбуктар салатын, немесе планшеттер салатын сөмкелер де бар екен. Тағы да осындай кітаптарға обзор жасап кететін болсақ, кішкентай балабақшаға баратын балалардан мектеп жастарына дейінгі балаларға арналған кітаптардың әртүрлісі бар екен. Міне осындай кітаптар бар. Осындай кітаптар бар екен. Ішіне қарасам өте қызықты екен. Тек орыс тілінде жазылған. Қазақ тілінде тапқан жоқпын. Осындай ішінде көне тарихтар бейнеленген. Осы кітаптың, осы энциклопедияның осыншама түрлері бар екен. Атаулары да әртүрлі. Осындай кітап бар екен. Осындай кітап бар. Қала бойынша қыдыру, прогулка по городу деген. Осындай машинки деген кітап бар екен. Әртүрлі балаларға өте қызықты деп ойлаймын. Тағы да осындай кітаптар бар екен. Наклейкамен жасалған кітаптар. Наклейканы алып, кез келген бетіне кейіпкерлерді жабыстыратын кітап екен, менің түсінігім бойынша. Тағы да осындай кітаптар бар екен. Яғни кітаптардың түрі өте көп. Келіп көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.